Жемшір тұқымы келе жатыр. Міне алдарыңызда. Ал, ішінде қайсысы ұнады қараңыздар. Жемшір тұқымы саудаға түсті. Бастапқы баға 100 мың теңге. Бар ма? 100 мың беретін бар ма? Қайсысы ұнады қараңыздар. Не біреусінің салмағы қанша? 111 дегеннің салмағы қанша? Кім иесі? На біреу. Ең үлкеннің салмағы қанша? Соны сұрап тұр. 124 килограмм. Көрсетіңіздер. 124 килограммға 48 берді. 100 мың теңге басталды. 100 мың теңге бір. 105 номер. 101 мың берді. 105 номер. 100 номер. 110 мың берді. 110 мың бір. Кім? 48, 120 берді. Бәрекелді. Бір. 120. 122 берді. 105 номер. 100 номер. Қанша? 125. 125 бір. Сонымен әлемдегі әйгілі тұқымның бірі 125. Қанша? 100. 100 номер 125 берді. Есіміңіз кім болады? Дархан деген азамат. Бақытжан деген азамат. 125 мың берілді бір. Кім артық береді? 125 мың екі. Атың кім? Абылайхан деген жігіт берді. 130. 130. Апайсыз қатсайын деп тұрсыз ба? 130 мың бір. 130 мың бір. 132. 132. Бәрекелді. 132. Ал. Таңқы ма? 132 мың бір. 130. 150 туғыл шапалақ. Абылайхан деген жігіт. 150. 151. 152. 155. 155 бір. 100 номер. 155 бір. 155. 100 номер беттір. 2. 150. 170 берді. Бәрекелді. Болжабақ. Молодец. Жас жігіт болса да. 170 мың бір. 170 мың екі. 170 мың. 175. Бәрекелді. 175 мың бір. 100 номер беріп отыр. 175 мың екі. 175 мың. Қанша? 190. 190 мың бір. 190 номеріңіз қандай? Абылайхан. 48 номер 48. 190 мың берді. 190 мың бір. 190 мың екі. 190 мың үш. Бәрекелді туғыл шапалақ. Абылайхан қай жақтан? Түркістанның жігіттерін білесіздер, бәрекелді. Абылайхан құтты болсын, жазып алыңыздар. Көмекші.